Біз не үйренеміз? Адамдар көбінесе қайғы мен қуаныш әкелетін себептерде ұқсас келеді. Егер біреудің мал дәулеттері арта бастаса, ісі ілгерлесе, ауруынан айыққан кезде қуанып мәз болады. Дүниенің дидары күлім қағып, армандары орындалса, қуанышында шек болмайды. Ал егер дүниесі тарылса, ауырып сырқаса, әлсіздік бойын билесе, көңілі құлазып қайғырып қалады. Адамдардың бәріне ортақ жағдай осылай болса, қуанышымызды көркейтіп, оған ажар беретін жолдарды іздейік. Сол арқылы қайғы мұңымызды азайтайық. Жылдар жылжып өткен сайын адам ащы қайғы мен тәтті қуаныштың арасында алма-кезек ауысып отырады. Бұл ақиқат. Осы мәселеде мен де сенің ойыңа қосыламын. Алайда неліктен біз кейде қайғы мұңға ерекше назар салып, біраз уақыт бойы арыла алмай жүреміз? Неліктен аздаған уақыттың ішінде өткізіп жіберуге мүмкіндігіміз бар, бірнеше сағат бойы қайғыруға тұрмайтын бір қайғыны ұзақ ұстап жүреміз? Қайғы деген нәрсе адамның жүрегін жаулап, рұқсат сұрамай-ақ көңілге кіріп алатын мен де білемін. Алайда қайғы мұң ашып алған есікті жабудың мыңдаған жолдары бар. Бұл жерде сол жолдарды үйренеміз. Сондай-ақ айналамыздан басқалар жақсы көретін қаншама адамдарды көреміз. Басқалар оларды көргенде қуанады, олармен бірге отырғаннан рахаттанады. Сондай сүйікті адамның бірі мен болсам қалай болар екен деп ойламайсың ба? Неге үнемі басқаларға таң қалып жүретін адам болғанша, басқаларды таң қалдыратын адам болуға тырыспайсың? Біз осы кітап арқылы таң қалатын адамнан қалайша басқаларды таң қалдыратын адамға айналудың жолын үйренеміз. Сенің бір бауырың жұрт жиында сөз сөйлесе, адамдардың бәрі аузын ашып тыңдап қалады да, неге сен сөйлеген кезде тыңдағысы келмей, күбір-күбір сөйлесіп, ақырын-ақырын тарап кетеді? Не үшін? Негізінде сен әлгі бауырыңа қарағанда көбірек білесің. Көргенің де көп, лауазымың да жоғары. Солай бола тұра неге оларға сөзің өтпей, өзіңді тыңдата алмайсың? Неге кейбір әкелерді балалары жақсы көріп, қайда жүрсе де, қайда болса да үнемі оны қолдап жүреді? Ал енді басқа бір әкелер балаларынан бір жерлерге бірге баруды өтініп, жалынып, жалбарынып тұрса да, балалары әкесімен бірге барғысы келмегендіктен түрлі сылтаулар айтып, қашқақтап тұрады. Екеуі де әке емес пе еді? Неге солай? Біз осы кітаптан өмірдің рахатын қалай көрудің жолын үйренеміз. Адамдардың көңілін табудың тәсілдерін, оларға әсер етудің жолдарын, өзгелердің қате кемшіліктерін кешіре алудың, ит мінезді адамдармен қарым-қатынас жасай алудың тәсілдерін, тағы басқа осындай нәрселерді үйренеміз. Олай болса, қош келдің. Жетістік дегеніміз басқалар жақсы көретін нәрселерді ашу емес, нағыз жетістік өз бойыңдағы қабілетіңді пайдаланып, сол арқылы басқалардың сүйіспеншілігіне қол жеткізуің.